Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді сырнеке дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға сүзбемізді, жұмыртқамызды, шым-шым тұз және шекерімізді салып, біркелкі маса болғанша араластырамыз. Егер сіздің сүзбелеріңіз құрғақ болса, 2 ас қасығын, ал егер сүзбелеріңіз влажный, сулы болса, 3 немесе 4 ас қасығын қосуларыңыз қажет. Яғни араластырғанда қолға жабыспайтындай болуы керек. Сосын ұнымызды салып, қолмен араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін домалақтап формасына келтіреміз. Қалыңдығын өз қалауларыңыз бойынша істесеңіздер болады. Табамызды газға қойып, өсімдік майын құямыз. Сосын сырнекейдің 2 жағын ұнға малып алып, қызарғанша қуырып аламыз. Осымен сырнекейіміз дайын, жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.